Құрметті жас түлектер, бүгін міне мектеп алтын алаңды бітіріп, өмірге алғашқы қадамдарыңыз басып жатсыздар. Қадамдарыңыз құтты болсын. Келесі ұбт мына сынақ емтихандарда сәттілік тілеймін. Енді құрметті түлектер, өзі 35 жылда істедім мектепте. Алғаш рет 11-ді шығарып тұрмын, сәт қорқыттым. Мен енді ақын емеспін, бірақ мынау түлектерге арнап шығарған өлеңім бар. Қазір рұқсат етсеңіздер, соны оқып берейін. Өмірім менің өмірім, арайлап атқан таңғырым, сыңғырла соңғы қоңырау, сыңғырласын сенің соңғының. Өмірім менің өмірім, өмірлік айтар әнжірім, 11 жыл бойы жырладым, бергесін Құдай тәңірім. Өмірім менің өмірім, қыркүйекте қырқысып, жеңіп алған көндірім, телменде болса төлес, интерде таяқ жеп жүрім. Өмірім менің өмірім, біз өміріміз дегенде, сынған парда терезе, есіме түседі ең бұрын. Өмірім менің өмірім, күздегі науқан кезінде мектептен қашып төлеға мақта беретін жандырым. Өмірім менің өмірім, сабаққа келмей сан рет көше-көше аралап, 11-ді оқып мен жүрім. Өмірім менің өмірім, кешіп құттай балақай, 11 жыл тастап араға, 11 боп тұрсың сен бүгін. Өмірім менің өмірім, шындықты айтқан жөн бүгін, алғаш рет 11-ді шығарып тұрмын мен бүгін. Өмірім менің өмірім, сендерді өмір еткенше, сендерді өмір еткенше, қап-қара шашын ағарып, ішімнен кетті қандырым. Өмірім менің өмірім, өмірді бастап жаңадан ала қарап жол жүрің. Болмайтын жерді болдырың, толмайтын жерді толдырың, сөнбейтін жерді сөндірің, өнбейтін жерді өндірің, көнбейтін жерді көндірің. Тоғайтын сіздерден бұзықтық қылмай жөн жүрің. Емтихан болса емтихан, үміті болса үміті, ұпайды қардай бұратып, күн бәрін болғының, тілек осы сіздерге ағайын деп жүрің.